الحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأطيبان على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا ولجميع المسلمين. Біздер пайғамбарлардың қиссасынан дәріс өтіп жатқан едік. Атамыз сіздің де менің де жалпы бүкіл адамзаттың атасы адам атаның жаратылу процесіне келіп тоқтағанбыз. Сол сәтте Алла тағала періштелерді, іблісті жаңа жаратылыстың, яғни бір ұлы құбылыс болған сенің де менің де бүкіл барша адамзаттың атасы болған адам атаның жаратылысына куә етті. Ол жайлы Алла тағала Құран-ы Кәрімде былай дейді: إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. Бірде Раббың сонау ең ұлы мәжілісте періштелерге мен балшықтан бір адам жаратамын. Оған толыққанды, ең лайық, ең көркем кескін келбет беріп, ішіне өз рухымнан үрлеп жан бітіргенімде, бірден оған сый құрмет көрсетіп, сәжде етіңдер деген еді дейді. Періштелердің барлығы сол сәтті тағатсыздана күтіп тұрды. Неге? Раббысы Алла тағаланың сәжде етіңдер деген бұйрығын орындауға. Неге? Алла тағала жаратып жатқан осынау ұлы жаратылыстың қандай жаратылыс болатындығын көруге, сондай бір аса бір ынтызарлықпен тағатсыздана күтіп тұрды. Уәде етілген мезетте келді. Алла тағаланың қалауымен, Алла тағаланың бұйрығымен рух үрлеу басталды. Осы орында бір сұрақ туындайды. Рух қай жерден бастап үрлене бастады? Қолынан ба, аяқ жағынан ба? Рух адамның денесіне басынан бастап үрлене бастады. Адам алейхиссаламның рухы басынан бастап кіре бастады. Балшықтан болған, кейін кеуіп, қыштай, саздай қатқан сол денеден рух өткен сайын, ол жері адам денесіне айналып отырды. Ет, қан, тамыр, адам затта не бар, соның бәрі қалыптаса бастады. Басынан бастап рух өткен сайын адамның миы жұмыс істеп, оның арасындағы сан мыңдаған, миллиондаған майда молекулалар, майда талшықтар, майда тамырлар барлығы әп-сәтте іске қосыла бастады. Рух кірген жердің барлығы балшық күйінен адам денесіне айнала берді. Рух ең әуелі басына жеткен кезде Адам алейхиссалам түш көрді. Оны көріп, таңданып тұрған періштелер Адам алейхиссаламға «Әлхамдулилля» деп айт деді. Адам алейхиссалам «Әлхамдулилля» деді. Бәрі естіп тұр. Өйткені рух әлі тек басында ғана. Рух толық үрленіп бітпеген. Сонда Алла тағала оған «Рахимакалла», Раббың саған рахым етсін деді. Содан кейін рух басында толықтанып, адамның басына толықтай жан бітіп, адам қарап еді, алдында жәннат, жәннаттың сан алуан, көз көріп құлақ естімеген нығметтері көрінді. Айбынды көрініс. Періштелер, олардың арасында ібліс, әрі Раббысының ұлы құдіреті тұр. Ал алдында жәннат және оның ішіндегі біз елестетсек елесімізге де сыймайтын, көз көрмеген, құлақ естімеген, адамның ойына кіріп шықпаған нығметтерге толы жәннат тұр екен. Рух ішіне, құрсағына, жарты денесіне жеткенде бірден Адам алейхиссалам жәннаттағы нығметтерге тәбеті тартты. Жәннаттағы нығметтерді ұстап көргісі келді. Жәннаттағы нығметтерді жегісі келді. Жәннаттағы нығметтерден
дәм татқысы келді. Қараңызшы, осы сәтте жаратылыстың болмысы, яғни дінде фитрат деп аталатын нәрсе осылайша қалыптасып жатыр. Сезімдер, түйсіктер, табиғи әуестік пен инстинкт бәрі біздің атамыз болған Адам алейхиссаламда енді ғана түзіле бастады. Рух оның ішіне жеткен сәтте ақ қатты жәннатқа аңсары ауып, жәннаттағы нығметтерді көргісі келді. Жәннаттағы нығметтерден дәм татқысы келді. Жәннаттағы нығметтерден ләззат алғысы келді. Сөйтті де дереу ұмтыла берді. Бірақ рух аяғына әлі жетпеген еді. Сонда ол орнынан атып тұрып, жәннаттағы нығметтерге талпына берді. Осыған байланысты Алла тағала Құран-ы Кәрімде «Хулиқал инсану мин ажал», негізінен адам баласы сабырсыз болып жарылған деді. Яғни адамда асығыстық табиғаты бар. Бұл қасиет те атамыз Адам алейхиссаламның бойынан бастап алған екен. Ақырында Адам алейхиссаламға рух толық бітіп, ең көркем, ең жақсы жаратылыста толық қалыптасты. Адам алейхиссалам періштелердің алдында тік тұрып қалды. Оны көрген періштелердің барлығы Алла тағаланың бұйрығы бойынша сәждеге жығылды. Бұл кімге көрсетілген құрмет? Бұл нендей үлкен құрметтеңізші. Осы жаңа жаратылысқа Адам алейхиссаламға сол арқылы бүкіл адамзатқа көрсетілген ұлы құрмет еді. Періштелердің барлығы бір қалмастан сәждеге жығылды. Олардың саны қанша екенін жалғыз Алла тағала біледі. 1000 болар, миллион болар, миллиард болар, триллион болар. Көз жетпес кеңістіктің барлығын қаптап жатқан періштелер, олар Адам атаға сәжде етті. Оның санын бір ғана Алла білетін соншама көп, соншама мол періштелер Адам атаға осылайша сәжде етті. Бірақ бірде-бір періште сәждеден қалыс қалмады. Барлығы түгел осы жаңа жаратылысты құрметтеп сәждеге жығылды. Ол жайлы Алла тағала қасиетті Құранда «Фәсәжәдәл мәләикәту күллүхум әжмәун». Сонда барлық періштелер бірден сәжде етті дейді. Алайда бір ғана жаратылыс сәжде етпей қалды. Алла тағала періштелердің қасында олармен бірге қосып қойған. Алла тағала періштелермен бірге оны абыройлы, мәртебелі еткен. Бірақ періштелердің қатарынан болмаған, періштелердің затынан болмаған, жындардың арасынан шыққан біреу ғана сәжде етпеді. Оны Алла тағала мәртебелі еткен еді. Оны Алла тағала өзінің мейіріммен, өзінің рахыммен сондай биік деңгейге көтерген еді. Енді қараңыздар. Ол тәкаппарланып, кеудемсоқтық танытып, ол кеудемсоқтығы, тәкаппарлығы өз-өзін қалай өлтірді. Көк әлемінде, аспан әлемінде Алла тағалаға ең алғашқы қарсы келу қандай қорқынышты, қандай батылдық, қандай астамдық, қандай бұзақылық деңізші, айтыңызшы. Міне сол нәрсе іблістің бойынан табыла кетті. Ол жалғыз өзі тік тұрды. Ал періштелердің барлығы сәждеде. Көз алдыңызға елестетіңіз. Бүкіл періште атаулының барлығы сәждеде жатыр. Бір қалмастан миллиондаған, миллиардтаған, триллиондаған періштелер. Біз санасақ санына жете алмайтын, оның санын жалғыз Алла білетін періштелердің барлығы сәждеде. Ал ібліс қана қақайып, кеудемсоқтық танытып, тәкаппарланып тік тұрды. Ол жағдайды Алла тағала былай сүйреттейді.
فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. Сонда барлық періштелер бірден сәжде етті. Алайда Ібліс Алланың оған да адамға сәжде ет деп бұйырғанына қарамастан тәкаппарлыққа бой алдырып сәжде етуден бас тартты да кәпір болып шыға келді дейді. Аспанда Аллаға алғашқы рет қарсы келу осылай орын алды. Бұл қарсы келуші кім? Алла құрметтеген, бірақ сол нығметке лайық болмаған, берілген құрметті бағалай алмаған Ібліс нәлеті еді. Бұл қарсы келуші осылайша болды. Сонда Раббысы Алла тағала оны жақсы біліп тұрса да, оның не себепті сәжде қылмағанын сұрап бүйдеді. قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين. Сонда Алла Ібліске: «Әй Ібліс, шексіз, ерекше құдіретіммен жаратқаныма сәжде ет деп бұйырғанымда, оған сәжде етуіңе не кедергі болды? Сәжде етпей сені не қара басты, тәкаппарлығың ұстады ма? Жоқ әлде ешкімнің алдында бас имейтін, өздерін бәрінен жоғары һәм асыл санайтындардың бірімісің?» деді. Яғни, менің әміріме тәкаппарландың ба, әлде өзіңде жоғары санағандардан болдың ба деп осылай жүзденді. Енді қараңыздаршы, Іблістің қаншалықты арсыз жауабына, қандай батылдығына бір зер салыңыз, бір назар аударыңыз. Ол: «Мен одан абзалмын, мен одан артықпын, мен одан жақсымын» деп жауап қатты. «Мен оттан жаратылдым, ал ол болса балшықтан» деді. От балшықтан жоғары деп, балшықтан жаратылғанға қалай сәжде етем дейді. Бірақ мәселе адамда емес еді. Мәселе Алла тағаланың әмірінде еді. Бірақ кеудемсоқтық оның көзін байлады. Ол жайлы Алла тағала қасиетті Құранда былай баяндайды. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. Сонда Алла Ібліске: «Саған адамға сәжде ет деп бұйырғанымда сәжде етпеуіңе не нәрсе себеп болды?» деді. Ібліс: «Мен одан әлде қайда артықпын, өйткені сен мені оттан жараттың, ал оны балшықтан жараттың» деп тәкаппарланды. Елестетіңіздер, Адам алейхиссалам көзін жаңа ғана ашты. Алдында періштелер сәждеде, ал Ібліс, аспандар мен жердің жаратушысы, бүкіл барлықтың иесі Алла тағалаға қарсы шығып тұр. Қандай қорқынышты көрініс деңізші. Аспанда Аллаға алғашқы қарсы келуде дәл осылай орын алды. Тәкаппарлық Іблісті құлатқан ең алғашқы еді. Осы сәттен бастап Іблістің ішіндегі тәкаппарлық, қызғаныш, арамдыққа айналды. Алланың әміріне қарсы шығу түгел осылай жарыққа шықты. Ол: «Мен одан артықпын, қалай оған сәжде етемін?» деді. Сол мезеттен бастап Ібліске лағнет жауды, қарғыс атты. Алла тағала оған: قال فاخرج منها فإنك رجيم. Алла оған: «Ендеше шық ол жерден. Сен бұдан бұлай құзырымнан һәм рақымымнан қуылған малғұнсың» деді. وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. Енді
дін ұлы сот күніне дейін саған менің лағынетім жауады деп рахымынан бір жолата аластады. Яғни шық, сен қуылғансың, саған менің лағынетім қиямет күніне дейін жетіп тұрады деп үкім етті. Алланың әміріне тәкаппарландың ба, солайша оған Алланың қаһары түсті. Бұрын періштелердің қасында жүрген ол, сол сәттен бастап қарғыс атқан шайтанға айналды. Алла оны жоғары әлемнен шығарып, дәрежесін түсірді. Бірақ дәл сол сәтте ол жағдайды пайдаланып кетті. Алладан кешірім сұрап, жалынып, жалбарынып, басын сәждеге тигізудің орнына, мейірім тілеудің орнына ол басқа жолды ұстанды. Іблістің арамдығына, арам пиғылдығына бір назар салып көріңіз. Ол бір-ақ нәрсе сұрады. Алла тағаладан сұраған бір нәрсе ғана болды. Қал, Рабби фаанзирни иля яуми юбъасун. Сонда ібліс, уа Раббым, ендеше адамдар өліп қайта тірілетін күнге дейін маған мұрсат бер деді. Яғни, қазір жанымды алма, қазір мені өлтірме, бір ақ өтінішім бар, уа Раббым Алла, қияметке дейін емес, қайта тірілу күнне дейін, тіпті адамдар өлгеннен кейін де тірі болайын деп Алла тағаладан мұрсат, уақыт сұрады. Сонда Алла тағала оған қал, фаиннака минал мунзарин. Ал саған мұрсат берілді деді. Иля яумил вақтил маълум. Алайда маған ғана мәлім болған күнге, яғни қиямет күніне дейін деп жауап берілді. Яғни белгілі уақытқа дейін ібліс алейхилланаға, қарғыс атқыр ібліске осылайша уақыт берді. Енді іблістің арам ойына қараңызшы. Бір зер салып көріңізші, ой елегінен өткізіңізші. Раббысы Алла тағала, періштелер бәрі қарап тұр. Адамдар, ол Алла оған өмір ұзартуға рұқсат еткеннен кейін қандай сын қатер қарсы талап айтты дейсіздер. Ол қала фабима ағвайтани. Ібліс, ендеше мені азғырып, адастырғаның, яғни сынап сүріндіргенің үшін деді. Яғни мені адастырғаның үшін деп тұр, қараңызшы. Ол осылайша өзінің адасуын, өзінің кеудемсықтығынан, тәкаппарлығынан емес, Раббысынан көріп тұр. Өзінің адастыруын Раббысы Алла тағалаға теліп тұр. Қандай арсыздық дерсіз, Негізі адасқан өзі, тәкаппар, қызғаншақ болған оның дәл өзі еді. Сонда да сен адастырдың дейді. Сосын былай деді. Ләәқудәннә ләхум сиратакал мустақим. Ант етемін, мен де оларды тынбай азғырып, адастыру үшін сенің тура жолыңа кесе көлденең деп отырып аламын. Яғни Алла тағаланың жолының тура екенін өзі де мойындап тұр, өзі де біліп тұр, бірақ соған қарсы шығуға, қиямет күнне дейін мынау жаңа жаратылыс, Алла тағала ұлы еткен, әзіз еткен ұлы жаратылыстың ұрпақтарына қарсы соғыс жариялап тұр. Сосын ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. Сонда кейін олардың кейде алдынан, кейде артынан, кей кезде оң жағынан, кей кезде сол жағынан келіп азғырамын деді. Әлгі жерде байқасаңыз, үстінен келіп азғырамын демеді. Кей болмаса астынан келіп азғырамын демеді. Өйткені адамзаттың үстінен Алла тағаланың рахым мейірімі түсетінін, ал астыңғы жағымен ол сәждеге барып, жерге
сәждеге жығылатынын білді. Сондықтан да оң жағынан, сол жағынан, алдынан және артынан келіп, оны азғырамын деді. Сосын وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. Нәтижеде олардың басым көпшілігін шүкіршілік айтатын құлдарың ретінде көре алмайсың деді. Бұл оның ешкімді құлшылықта қалдырмаймын, міндетті түрде адастырамын деген сөзі еді. Алла тағала оған قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُومًا مَدْحُورًا لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ. Сонда Алла оған жазғырылған һәм рақымымнан аластатылған күйде шық ол жерден. Ант етемін, олардың арасынан кімде-кім саған еретін болса, біліп қойыңдар, жаһаннамды сөзсіз сендермен толтырамын деді. Сосын Алла тағала оған тағы да былай деді: وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا. Білгеніңді істе. Шаман келгенді сұрқия даусыңмен азғырып түрте жамандыққа бастай бер. Оларға атты әрі жаяу жендеттеріңмен атой салып шабуыл жаса. Мал пұлдары мен бала шағаларына ортақтас бол, һәм оларға жиі уәде бер деп айтты. Әйтсе де әзәзіл шайтан оларды алдағаннан басқа небір жетіскен уәде береді дейсің дейді. Бірақ соңында Алла тағала оған мына нәрсені нықтап, әдемлеп тұрып есіне салды. Инна ибади лейса лака алейхим султан илля ман иттабака минал ғауин. Менің ықыласты һәм маған толық мойын сұнған құлдарыма сенің ешқандай ықпалың, пәрменің жүрмейді. Сенің ықпалың тек өзіңе ерген, адасқан азғырындарға ғана жүретін болады деп айтты. Яғни сен өзің секілді залымдарды ғана азғыра аласың, ал Алланың шынайы құлдарына ешқашан шаман келмейді деді. Бірақ ол тағы да тәкаппарланды. Ақиқатында шайтан: «Уа Раббым, ұлылығыңа серт, олардың рухтары тәндерінде тұрған тірі кезінде құлдарыңды адастыруымды тоқтатпаймын» деді. Сонда Раббымыз Алла тағала, құдіретті күшті Алла тағала, ұлылығым мен жәләліме сет, менің асқақ мәртебеме сет, олар менен кешірім тілегенше оларды жарылқай беремін, кешіре беремін деді. Мен оларды кешіруімді әсте тоқтатпаймын деді. Бұл имам Ахмад жеткізген Хасан хадисте келтірілген. Осы сәттен бастап іблістің адамға және оның ұрпағына дұшпандығы басталды. Содан соң Алла тағала адамға: періштелердің ана тобына бар да сәлем бер деді. Адам алейхиссалам оларға барды. Періштелерге алғаш рет, періштелер де оған алғаш рет қарап тұр. Не айтар екен? Мынау Алла тағала барлығымызды сәжде еттірген, Алла тағала өзі әзіз еткен мынау бір жаратылыс бізге ең әуелі қалай сәлем берер екен деп барлығы аң-таң тағатсыздана қарап тұрды. Сонда Адам алейхиссалам оларға Алла тағаланың білдіруімен, Алла тағаланың оған уахи жеткізуімен «Ассаламу алейкум» деп сәлем берді. Періштелер оған «Ва алейкумуссаламу ва рахматуллахи ва баракату» деп жауап қатты. Сонда Алла тағала адамға: бұл сенің сәлемің және сенен кейінгі ұрпағыңның да сәлемі осындай болады деді. Қараңызшы, біздердің бір-бірімізбен ассаламу алейкум деп сәлем беруіміздің астарында да міне осындай үлкен мән мағына жатыр екен. Қараңызшы, біздердің осылай сәлем беруіміз,
Біреулер айтады, ассаламу алейкум деген араптан, ассаламу алейкум деген пәленше ұлттан, түгенше ұлттан дейді. Жоқ, жоқ, жоқ. Ассаламу алейкум деген Раббымыз Алла тағала әу баста адам атаны жаратқан кезде үйреткен сәлемі. Қиямет күніне дейін әрбір момын мұсылманның беретін сәлемі. Сол сәттерде Алла тағала адамға және оның ұрпағына, Адам алейхиссаламға оның қиямет күніне дейін болатын бүкіл ұрпақтарында көрсетіп қойды. Ол өзінің қиямет күніне дейін келетін бүкіл ұрпақтарын көруде еді. Ол таңданды. Қараңызшы, таңданды. Менің ұрпақтарым болады ма? Менің перзенттерім болады ма? Пах, шіркін деп таңданды. Олардың саны қанша миллиардтаған еді. Оның санын бір Алла ғана білетіндей сонша мол еді. Адам алейхиссалам ұрпағының ішінде жүздері нұрлы болған, жарқыраған, жарқын жүзді адамдарды да көрді. Бір адамның нұры ерекше жарқырап тұр. Адам алейхиссалам, «Уа Раббым Алла, бұл кім?» деді. Алла тағала, «Бұл сенің ұлың Дауд» деп жауап қатты. Сонда ол Дауд пайғамбар, пайғамбарлардың бірі, Алланың ұлы пенделерінің бірі Дауд пайғамбар еді. Адам алейхиссалам, «Уа Раббым Алла, оның жасы қанша?» деп сұрады. Алла тағала, «Ол 40 жыл өмір кешеді» деді. Ал Адам алейхиссаламға 1000 жыл өмір кешетін ғұмыр жазылған тұғын. Адам алейхиссалам әлі дүниені көрмеген, жәннаттың нығметтерінен дұрыстап дәм татып үлгермеген кезі еді. Сол күйде ол, «Уа Раббым Алла, оған ғұмырымнан 60 жыл берейін, жасы 100-ге толсын, 40 жыл емес 100 жыл ғұмыр кешсін» деді. Сөйтіп, адамның ғұмыры 1000 жылдан 60 жылға кемітіліп, Дауд алейхиссаламның ғұмыры 40 жылдан 60 жылға қосылып, 100 жылға толықтырылды. Одан кейін Алла тағала Адам алейхиссаламға көптеген нәрселердің атын үйретті. Бұл ағаш, бұл жапырақ, бұл жеміс, бұл тамақ, бұл өзен деп талай атауларды үйретті. Бұл да болса, қазіргі ислам дінінің ақиқат дін екендігіне айқын дәлел болады. Өйткені кейбір материалисттер адам тасты тістеп көріп тас екен деген, ағашты ұстап көріп ағаш деген деп әрқайсысына өздері ат қойып кете берген, сөйлеуді өздігінен үйреніп алған деп айтады. Бірақ егер тіпті жақсы жанұяда, тәрбиелі жанұяда өскен баланың өзіне ата-ана сөйлеп сөз үйретпейтін болса, 2-3 жылдан кейін ол сөйлеуі кешігетіндігін бүгінгі медицина, бүгінгі ғылым дәлелдемеді емес пе? Балаңнан телефонды аулақ ұста, балаңнан теледидарды аулақ ұста, мейлінше көп сөйлес, мейлінше көп сөйлесуге тырыс, сонда оның тілі жетік шығады, сонда оның тілі бітік шығады деген ғалымдар емес пе? Ал Алла тағала ең әуелі сөйлеуді адам атаға беріп, барлық нәрсенің аттарын үйретті. Сол нәрсенің біздер ұрпақтан ұрпаққа мұра етіп алып келе жатырмыз. Тіпті періштелердің өзі де білмейтін кейбір атауларды да Алла тағала Адам алейхиссаламға үйретті. Содан соң періштелер мен адамның арасында білімге қатысты сынақ болды. Кейбір атаулар мен нәрселерді кім біледі екен? Алла тағала адамға барлық атауды үйретті де, соларды періштелерге көрсетті. Періштелерден мынау не деп аталады, анау ше деп сұрады. Періштелердің кейбірі білмейміз деп жауап қатты. Періштелер сонда білмейміз деп жауап қатты. Алла тағала وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ
فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. Әрі адамзаттың өзге жаратылыстардан үстемдігі мен жердегі Алланың өкілі болуының хикметін ұғындыру үшін адамға барлық нәрсенің атауын мән мағынасымен қоса үйретті. Артынша оларды періштелерге көрсетіп, қане айтқандарың рас болса, маған мыналардың атауларын айтып, мән мағынасын түсіндіріп беріңдерші деді. Сонда «Анбиуни би асмаи хаулаи ин кунтум садиқин» деді. Қараңызшы, періштелер «Қалу субханак, ла илма лана илля ма алламтана, иннака антал алимул хаким». Сонда періштелер өздерінің шарасыздығын мойындап, сен мінсізсің, ұлысың ва Раббым Алла. Біз сенің үйреткеннен басқа, біз өзің үйреткеннен басқаны білмейміз. Шүбәсіз, алим, сен барлық нәрсен толық білетін шексіз ілім иесісің. Хаким, әр ісің мен әрбір үкіміңде талай хикмет болған асқан даналық иесісің деді. Осылайша періштелер Алла тағалаға осылай жауап берді. Сосын Алла тағала قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. Сонда Алла адам баласын ардақты, абзал етіп жаратқанын паш ету үшін, «Уа адам, оларға мыналардың мән мағынасын түсіндіріп, атауын айтып бер» деп бұйырды. Сонда адам періштелерге бар нәрсенің атауын айтып бергенде, Алла періштелерге «Мен сендерге 7 қабат аспан мен жердегі ғайыптың бәрін білемін. Сондай-ақ сендердің нені жария етіп, нені іштеріңе бөгіп жасырып жүргендеріңді де жақсы білемін» деп айтпап па едім деді. Міне, Адам алейхиссалам осылайша жаратылды. Алла оған өзінің ілімін үйретті. Содан соң оны кеңдігі көктер мен жердей болған жәннатқа кіргізді. Алла тағала келесі бөлімге дейін өмір сүруімізді нәсіп етсін.